Баршаңызға сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге ұйғыр халқының өте керемет сулы болып шығатын, қамыры жыртылмайтын, бір жасағаннан өте дәмді болып шығатын мантының рецептімен бөлісетін боламын. Каналымнан алыстамай видеомның соңына дейін көрсеңіздер және де каналыма тіркеліп кетсеңіздер. Ең әуелі мантымыздың қамырын елеп аламыз. Тұзымызды, суымызды ертіп алып, үстінен бір жұмыртқа салып, жақсылап араластырып, қаттылау етіп қамыр елеміз. Міндетті түрде қамырымызды елеп болғаннан кейін сыртынан салапан мешок кигізіп, 1 сағатқа тұндырып қоятын боламыз. Қамырымыз біздердің құрғақтау, қаттылау болғандықтан ол ештеңе етпейді. 1 сағат демалғаннан кейін қамыр өзіне келіп, өте керемет болады. Енді осылай салапанға кигізіп 1 сағатқа демалдырып қоямыз. Міндетті түрде демалған сайын қамыр әдемі болады. Енді біздер салмасына келсек, мына жерде менде 500 грамдай фарш, тартылған ет, оған пияз, және де асқабақ қосатын боламын. Сіздер асқабақ қоспасаңыздар да болады, әркім қалауынша. Енді мен асқабақты жақсы көргендіктен асқабақты қостым. Енді бүкіл қоспаны жақсылап араластырып, тұзын, қара бұрышын, қызыл бұрышын, әртүрлі дәмдеуіштер салсаңыздар болады. Жақсылап бір араластырып аламыз. Еттеріңіз сіздердің майсыз болса, үстіне аз мөлшерде сұйық май қоссаңыздар болады, және де су қоссаңыздар да болады, сол кезде сулы болып шығатын болады. Және де менің фаршым майлы болғандықтан мен ешқандай да сұйық май қосқан жоқпын. Және де пиязымды үккіштен өткіздім, сол кезде сулы болып әдемі болып шығады. Міне менің қамырымды көріп тұрсыздар, өте керемет болды. 1 сағат демалғаннан кейін тағы да осылай илеуін қандырып, жақсылап илеп, тағы да бір жарты сағатқа қоятын боламын. Менің қамырым дайын болды, көріп тұрғандарыңыздай жарты сағатқа демалдырып қойдым. Енді осы қамырымызды 2 бөлікке бөлетін боламын. Кәдімгі өзіміздің мантыдай болса, ол кезінде 2-ге бөліп жайсаңыздар болады қамырларыңызды. Ал мен ұйғыр мантысын жасағандықтан мен осылай ұзынша етіп қамырымды созып алдым, және де оны бөлшектерге бөлдім. Менің әр бөлшегім 20 граммнан шықты. 20 граммнан шыққаннан кейін мен оны дөңгелек күйінде жайдым, және де осылай түйіп шықтым. Ұйғыр мантысы негізі осылай болып түйілу керек. Қиын емес, қамырдың екі шетін осылай түйіп, енді ең үстіндегі бөлігін осылай қолымызбен осылай жабыстырып кете береміз. Міне көріп тұрғандарыңызды дәл осылай. Қамырымызды міндетті түрде өте жұқа етіп жайыңыздар, сол кезде сіздердің қамырларыңыз сочный болып, әдемі болып шығатын болады. Қамырларыңыз үлпілеп, бұл жерде қорықпаңыздар, қамырларыңыз жыртылмайды, себебі құрамында жұмыртқа бар, және де сіздер оны міндетті түрде демалдырғаннан кейін қамыр илеуі қаны бұл жыртылмайды ешқандай да. Енді біздер арнайы ыдысымызға сұйық майды құйып, осылай манты баркымыздың көздеріне, осылай листтарына жайғастырамыз. 45 минут көлемінде пісіп шығады, дәл осылай болып. Мантылеріңіз одан да сулы болып, сочный болып шықсын десеңіздер, беттеріне салафан мешок немесе пергамент қағазын жауып қойсаңыздар болады. Сол кезде мантылеріңіз ешқандай да қаязбайды, өте керемет болып, сулы болып шығатын болады. Міне біздердің мантылеріміз дайын, көріп тұрғандарыңыздай біреу-біреу болып пісіп шықты. Өте дәмді болды қыздар. Міндетті түрде дәл осы рецепт бойынша пісіріп көріңіздер, еш өкінбейсіздер. Міне қараңыздар, ішінен өзінің суы шығып, өте дәмді болды. Менің видеомды соңына дейін көріп, лайк, комментарий қалдырғандарыңыз үшін рахмет. Келесі видеомда кездескенше сау саламат болыңыздар.